Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың мечітінің сырты. Мына тұрғандар бұлар күн шыққан кезде ашылады. Мына зонтик сияқты болып көлөкө қылады. Мына адамдар барлығы есап ашады намаздан кейін, бағымдат намазы. Құда қаласа біз дағы пайғамбар саллаллаху мечітіне бүгін келдік. 2 аптадан кейін каникул болады. Шынына кетіп қаламыз. Мечітке бір зиярат қылғаны келдік. Бұл жақтың барлығы ошол мейманханалар. Иншаллах, Аллах таалам сіздерге де насип етсе, ушул гостиницалардың бірінде жайгашасыздар. Бұл пайғамбар саллаллаху мечіті. Бұл жақта пайғамбар саллаллаху үйі болған. Ошол пайғамбар үйіне қойылған. Пайғамбарлар қайсы жерде қаза болса, ошол жерге қойылады. Пайғамбар саллаллаху кейбір адамдар түшінбөгендер, түшінбестен олам пайғамбарға сыйынғаны келишет экен деп ойлап калышат экен. Жок, пайғамбарға сыйынылбайт. Бұл жақта жөн эле пайғамбарыбызга салам берип өтөсүз. Ассаламу алейка я Расулаллах. Аллахтың саңа тынчтык болсын ey пайғамбар деп салам берип өтүп кетесиз. Эч кана сыйынылбайт. Аллага гана сыйынылат, жалгыз Аллага гана. Пайғамбарға да сыйынган болбойт, периштеге да сыйынган болбойт, ата бабаларга да сыйынганга болбойт акыр. Бул жерге зиярат кылына турган, атайын келип зиярат кылына турган мечиттердин бирөөсү 3 мечит бар. Меккедеги Аль-Харам мечити, анан пайгамбарыбыздын мечити бул саллаллаху алейхи вассалам, анан кийин Палестинадагы Аль-Акса мечити. Азыр бул жакта күн чыгайын деген учур. Кандай сон болуп турат, машалла. Адамдар бардыгы таңкы намаздан кейін гостиницага кетип, кээ дем алышат, кээ мечитте отурушат. Урматтуу туугандар, бул жакта пайгамбар саллаллаху кабыры бар. Досу Абу Бакр радиаллаху анху, анан кийинки досу Умар радиаллаху анху. Үчөө коюлган. Айша энебиздин үйү болгон бул жерчи. Азыр машалла кеңейип ушунчалык чоң мечит болуп кетти.